Әлемде әр күн сайын 137 қыз-келіншек жақындарының қолынан қаза табады. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының дерегі. Өкініштісі, мұндай статистика біздің елде де аз емес. Аталған қайғының алдын алу үшін Қордай ауданының тиісті мекемелері де білек сыбана жұмысқа кіріскен. Өкініштісі, тұрмыстағы кішігірім кикілжің үлкен дауға, тіпті қатыгез қылмысқа ұласып жатады. Қордай ауданында да мұндай деректер баршылық дейді полицейлер. Бірақ абырой болғанда адам аман. Ал басқасы тұрақты жүргізілетін түсіндірудің, өткізілетін келіссөздің нәтижесінде қалыпқа келеді. Бізге қазір көп 102 арнасына да түсіп жатады, әйелдердің хабарламалары, күйеуім боқтап қойды, күйеуім ұрып қойды деген сондай, соның алдын ала шараларын жүргізіп, біз профилактикалық жұмыстар жүргіземіз. Психикалық сұхбаттар өткіземіз, әңгімелесеміз олармен, қандай жағдайда не болды. Көбісі ішімдікпен әйел күйеуім ішіп қойып еді, ұрып қойып еді, боқтап қойып еді деген әңгімелер болады. Сондай біздің мақсатымыз негізі бұның бәрін алдын алу. Қылмысты болдырмауды басты мақсат еткен тәртіп сақшылары қазір ауданда арнайы топ құрып қызметке кіріскен. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырап, қысым көрген азаматтармен күнделікті байланыстамыз деген олар өңірдегі дағдарыс орталығымен етене жақын жұмыс істейтіндерін айтады. Бүгінгі таңда бізде 4 әйел 11 бала болған, бірақ түнде тағы да бір әйел түсті 3 баласымен. Қазір бізде 5 әйел 14 бала. Басында әрине ауыл ақсақалдары, жаңағы солар біраз қарсы болған біздің орталықтың ашылуына. Енді қазір олар да түсініп келе жатыр. Негізі біздің орталықтың басты мақсаты ол отбасын ажыратып жіберу емес, олармен жұмыс істеп, және абьюзерлермен жұмыс жасап, қайта қосу. Барар жер басар тауы жоқтарға мекен болып жүрген мұндай орталықтар әзірге Жамбыл облысында 2 ғана, оның бірі осы Қордайда. Жыл басынан бері 45 адамға жылу сыйлаған мекеме жалпы 19 келушіге арналыпты. Өкініштісі, отбасы ойран болып опық жегендерге кейде орын табылмай қалады екен. Сөкем ешкілеге, қайнемден ешкілеге, 2 баламмен келдім. Жаққа жақсы көмектерін беріп жатыр, потому что бұл жаққа екінші рет кеп тұрмын мен. Былтыр 1 рет кеп кеткем. Анда да күйеуім алып кеткен. Қайта болды деп. Сонымен да екінші рет кеп тұрмын. Қалдым мен өзім болғанда шыдай беретін. Мен балдарымның маған әкесі не айтса маған соны айтып, мен солай боқтағаны, жаман сөздермен балағаттаған, мен балдарымнан естіп, мен сол үшін бәріне осыға мәселен өзіміздің денсаулығымызды да қарап жатыр. Психологтармен жұмыс жасап жатырмыз. Сол кісілер сөйлесіп жатыр. Негізі бұрын үйде көрмеген нәрсеміз осы жерде көріп, біліп жатырмыз. Тұрмыстағы зорлық-зомбылыққа жол жоқ деп ұрандаған тәртіп сақшылары қазір аудан аумағында түрлі іс-шара өткізіп жатыр. Жауапты мекемелерді былай қойғанда ардагерлер кеңесі мен аналар, әкелер алқасы қатысқан дөңгелек үстел әлі де жалғасын таппақ. Мадина Айдынқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.